Қазір Қытай мен Қазақстанның арасында визасыз режим енгізілді. Яғни қытайлар болсын, қазақтар болсын, екі мемлекеттің азаматтары бір елден екінші елге визасыз кіріп шыға алады. Яғни бұл дегеніңіз, бұрын біз Қытаймен байланысымыз, экономикалық байланыс болсын, халықтардың бір-біріне келіп кетуі болсын, анағұрлым қиын болса, бүгінгі күндері Қытайға барып келу деген бір қаладан екінші қалаға барып келуден әлдеқайда оңайырақ бола бастады. Бір мемлекеттен бір мемлекетке өту, яғни Қытайдың шекарасынан Қазақстанға өту, сауда байланысты орнату, тауарды әкеліп сату, немесе сатып алу деген сияқты мәселелер енді бұрынғыдай қиын емес, оп-оңай нәрсе болып қалды. Қазір екінің бірі Қытайға барып сауда жасайтын болды. Бұл әрине дұрыс, бұрыс, ол жағы тарихтың немесе болашақ мәселе, болашақта айтылатын бір мәселе болуы мүмкін. Бірақ дегенмен мен бұл жолы сіздерге өткеннен сабақ алу, яғни үнемі айтатын, біз тарихта Қытаймен қалай байланыс жасадық, өз-өзімізді қалай ұстадық, яғни қазақтың хандары болсын, оның алдындағы билеушілер, үйсіндер болсын, яғни бүгінгі Алматының жерін мекендеген кезіндегі үйсіндер Қытаймен байланысты қалай орнатты, қалай қытайлардың бақылауына өтіп кетті, тұтас бір мемлекет, үйсіндер мемлекеті ғұндар мен қытайлардың саяси, экономикалық бақталасының нәтижесінде қалайша өзінің тәуелсіздігінен айырылып қалды. Мұның барлығы айтыла бермейтін тарих, шындап келгенде. Жақында Си Цзиньпиннің, Қытай төрағасының Қазақстанға келген сапары бүкіл елді таңғалдырды. Неге десеңіздер, жалғыз ол келген жоқ. Шанхай ынтымақтастық ұйымының аясындағы мемлекет басшылары, оның арасында Путин де бар. Және Орта Азия елдерінің біршама мемлекет басшылары Қазақстанға келді. Осы сапардың аясында, яғни мемлекеттік іс сапардың аясында біз көп нәрсені аңғарып жатырмыз. Неге десеңіздер, қазіргі кезде әлем елдері өзара бақталастыққа түсіп жатыр. Бір жағы Америка бастаған батыс елдері, енді бір тарабы Қытай, Ресей және Иран, осындай алып мемлекеттер және Үндістан да бар олардың арасында. Өзара сауда-экономикалық бәсекелестікке түсіп жатқанын және бұл бәсекелестік Орта Азияға өзінің салқынын тигізіп жатқанында жасыратын жағдай емес. Мысалы, біз Қытай туралы айтқан кезде көп адам үрке қарайды. Қытайлар миллиардтан астам халқы бар, Қазақстанды жүз орап кетеді деген сияқты әңгімелер жиі айтылады халықтың арасында. Бірақ мен айтар едім, біздің Қытаймен шекарадан қашып құтыла алмайтынымыз анық. Біз қаласақ та, қаламасақ та Қытаймен көршіміз. Және осыған сәйкес өзімізде әрекет жасауымыз керек. Яғни қандай әрекет бұл? Бұл саяси, экономикалық және әлеуметтік мәселелер. Осының ішінде саяси мәселеге келетін болсақ, біз Қытаймен қандай байланыста отырған елміз? Біз Қытайдың шикізатымыз ба? Әлде Қытайға өзіміздің де экспорттайтын тауарларымыз бар ма? Және Қазақстан билігі Қытайға деген көзқарасы қандай? Ресейге деген көзқарасы қандай? Егер екі елді таңдауға берсе, қандай елге алдымен басымдық береді? Мысалы, Моңғолия елінде қандай да бір жобаны жүзеге асырмас бұрын, олар Қытайға да, Ресейге де басымдық бермейді. Алдымен өте алыста орналасқан Америка, Жапония, немесе басқа да, мысалы Қазақстан, немесе Европа елдеріне алдымен басымдық береді. Содан кейін ғана, егер олар бұл проектіні жүзеге асыра алмайтын болса ғана, Қытай мен Ресейдің вариантын қарастырады. Бұл дегеніңіз, Моңғолияның сыртқы саясатында қытайлардың да, ресейліктердің де ықпалы артып кетпеу саясаты болатын. Ал біз Қазақстан билігі қандай саясат ұстануымыз керек алдағы уақытта және қазір? Себебі Қытаймен визасыз режим дегеніңіз, бұл Қытайға 2 күннің бірінде барып келу, немесе қытайлықтар 2 күннің бірінде Қазақстанға келіп кету еркіндігі, яғни оңай түрде экономикалық байланыс жасау деген сөз. Оған дейін де Қазақстанда
қытайлықтардың қаншама қазақ-қытай бірлескен организациялар жұмыс жасап жатыр, немесе қытайлық организациялар, ол құрылыс саласы болсын, ол астық немесе басқа да мұнай газ саласы болсын, шикізат саласы болсын, қытайлық компаниялар жұмыс жасады. Енді біз байланысымыз одан әрі тіпті неше есе екенін тіпті айтып жеткізе алмаймын. Бірақ мен айтар едім, қытайға үрке қараудың қажеті жоқ. Біз қорықсақ та, қорықпасақ та, Қытаймен біз көршіміз, яғни шекаралық мемлекеттің бірі және ең алып көршіміздің бірі. Миллиардтан астам халқы бар. Сондықтан біз қазір Қытайды зерттеуді қолға алуымыз керек. Өйткені біз Қытайға алыс берісіміз көп халықпыз, яғни біздің экспорт импортымызда Қытаймен жақсы байланыста. Сол себепті Қытайдан біз өзімізге тиімді жағын іздеп қарастыруымыз керек. Неге десеңіздер, Қытай жалғыз Қазақстанмен ғана шектеспейді. Тек Қазақстанға ғана шүйлігіп отырған жоқ, немесе тек Қазақстанға ғана қарап отырған жоқ. Қытаймен шектесетін мемлекеттер жеткілікті. Біз соның бірі ғанамыз. Сондықтан жаңағыдай бір сөзбен айтқанда өзімізге көп алудың да қажеті жоқ. Енді менің айтатын ойым мынадай. Жалтақтаған елдің ауылын жау түгілі жолаушы тонайды деген керемет сөз бар халқымызда. Қытай мынадай екен, Қытай алып екен, Қытайдың халық саны көп екен, Қытайдың әскер саны миллионнан асады. Осындай синофобия дейді ғылымда. Қытайдан негізсіз қорқу мүмкін, оның астына белгілі бір негізде болуы мүмкін, ол жағы басқа мәселе. Бірақ анау мықты екен, біз әлсіз екенбіз деп қараудың керек жоқ. Біз де мықты мемлекеттің біріне айналамыз. Себебі, мысалы, Қытайдың мына бір тарихынан айтып берсем болады сіздерге. Қытайдың хан империясы, атақты хан империясы өзінің дамуын бастау алатын, оның алдындағы Цин империясы құлады ғой. Шамамен 15 жылдың ішінде құлап тынды алғашқы Қытайдың империясы. Одан кейін келген билікке хан империясы шамамен 400 жылдай үстемдік етті Қытай жерінде. Осы хан империясының ықпалы біздің даламызға дейін келді. Ол өз алдына бөлек тарих. Бірақ осы хан империясының ең алғашқы императоры Гао Цу деген адам. Өзінің құрған мемлекеті әлсіз екенін түсінді. Қытайлықтардың халық саны ғұндардан анағұрлым көп болғанымен, хан халқы әлі де ғұндармен соғысқа дайын еместігін түсінді. Сондықтан достық және татулық саясатын жүзеге асыруға мәжбүр болды. Миллиондаған халқы бар Қытай, яғни хан империясы, ғұндарға, яғни Мөде қағанға, одан кейінгі таққа келген Лаошанға өз елшілерін жіберіп, бірде жібек матасын берді, бірде астық, бірде түрлі бағалы тастар, енді бірде сұлу ханшайымдарын осы ғұн билеушілеріне беріп, әзір дегенде жан сақтады. Тек Қытайдың сол хан империясының 7-ші императоры Удидің тұсында ғана ғұндармен шайқасты бастады. Оған дейін қытайлықтар күш жинады. Әлі де соғыспау керек, әлі де шайқаспау керек, әлі де күшіміз жинауымыз керек, әлі де шекарамызды нықтауымыз керек, әлі де экономикамызды дамытуымыз керек, әлі де халықтың саны көбею керек, әлі де әлеуметтік жағдайымыз, яғни халықтың тұрмыс тіршілігі жақсару керек. Міне осындай саясатты ойлап қараңыздаршы, алдыңғы 6 император осындай саясат жүргізді. Ғұндарға тікелей соғыс ашпады. Ғұндар тіпті басып кіріп, қытайлықтар салықты кешіктіріп жатқан кезде, немесе салық төлемей бас тартып жатқан кездің өзінде, ғұндар басып кіргеннің өзінде қытайлықтар тек қарсы шабуылға шықпады, тек қорғанып қана отырды. Сөйтіп алғашқы 6 император Қытайдың күшін жинақтады. Неге мен бұл тарихты айтып отырмын? Себебі қазіргі кезде Қазақстан тәуелсіздік алғанымызға 91 жылдан бастап есептейтін болсақ, яғни оның алдында Қазақ хандығы, Ресейдің отарлық саясаты, одан кейін КСР-ның
құрылғаны, яғни коммунистердің билігі бұларды есептемегеннің өзінде Қазақстан тәуелсіздік алғалы 91 жылдан бері қанша уақыт өтті? Әлі 50 жылға жетпейтін уақыт өтті содан бері. 30 жылдан астам уақыт. Әрине, біз қазір асығуымызға болады, біздің әлеуметтік жағдайымыз дұрыс емес, немесе Европа елдерімен салыстырғанда халықтың өмір сүру деңгейі төмен, осындай мәселелер айтылады. Бұны дұрыс емес деп жоққа да шығара алмаймын. Неге десеңіздер, оны өздеріңіз де жақсы білесіздер. Бірақ Қытаймен болсын, Ресеймен болсын, тікелей қақтығысқа түсу біз үшін мүлде тиімсіз. Мүлде тиімсіз. Неге десеңіздер, Қытай болсын, Ресей болсын, де-факто әлемдік деңгейдегі үлкен державалар. Біз соны мойындауымыз керек. Мысалы, жаңағы айтып отқан, мен не себепті хан империясының тарихын айттым. Осы хан империясының билеушілері қанша жерден әскер саны миллиондаған әскері болсын, қанша жерден миллиондаған халқы болсын, бірақ ғұндарға тікелей шабуыл жасамады. Себебі білді ғұндардың қандай жауынгер халық екенін, және әскери қуаты анағұрлым мықты екенін. Қытайлықтар тек халықтың саны көп, қалаларының саны көп, және бай мемлекет болса да әскери қуаты жағынан теңесе алмайтынын түсінді. Яғни шынайы жағдайды мойындай білді. Сол сияқты біз дәл қазіргі саясатымыз, сыртқы саясатымыз Қытаймен және Ресеймен, басқа мемлекеттерді қоя тұрғанда, әрине олармен көп векторлы саясат жүргізуіміз керек, мен оны қолдаймын. Бірақ Қытай мен Ресеймен мысалы жүргізетін саясатымызда біз барынша сақ болуымыз керек. Яғни бұл жерде дипломатияның орны өте ерекше. Біз әзірге күш жинауымыз керек. Қазақ халқының жағдайын жақсартуымыз керек. Әлеуметтік жағдай болсын, ол халықтың медицина, білім саласы болсын, қандай салада болсын, өзіміздің күшімізді жинақтап, тату көршілік байланыс орнатуымыз керек. Неге десеңіздер, біздің дәл қазіргі жағдайымыз сол хан империясының алғаш билік басына келгенде императорларының басындағы жағдайға тарихи түрде қатты ұқсамаса да ұқсайтын тұстары бар. Қандай мемлекет болмасын, алдымен өзінің күшін жинақтайды. Яғни біз қазір нені жасауымыз керек деген мәселеге келеді ғой енді. Біз қазір осы Қытаймен шекарамызда осындай визасыз режимді енгіздік. Демек біз қытайлар туралы жақсырақ біле түсуіміз керек. Қытайлықтар біз туралы сонау біздің заманымызға дейінгі дәуірдің өзінде қызығушылық танытып зерттеп тастаған мемлекет. Сонау біздің заманымызға дейінгі 138 жылы Чан Сян дейтін саяхатшы бар, дипломат. Қытайдың осы Уди дейтін патшасы жібереді соны, батыс елдерін зерттеп келуге. Сол адамның дәуірінің өзінде біздің заманымызға дейін, не только қазіргі заман, біздің заманымызға дейін зерттеп тастады қытайлықтар біздің даламыз туралы, халықтың саны, тұрмыс тіршілігі, олар неге қызығады, нені жек көреді, нені ұнатады, қандай мемлекетпен қандай байланыс орнатып жатыр, салт дәстүріміз қандай, қандай шаруашылықпен айналысамыз, қытайлықтарға деген көзқарас қандай деген сияқты мәселелерді сонау біздің заманымызға дейін зерттей бастады. Ал біз ше, біз қазір қытайлықтар туралы не білеміз? Интернетте тұрған, яғни ашық дерек көздерді есептемегенде Қытай туралы біз не білеміз қазір шындап келгенде? Олардың халық саны миллиардтан асқаны ма? Әлде олардың төрағасы Си Цзиньпин екендігі ма? Немесе оларды коммунистік партия басқаратындығы туралы ма? Басқа не білеміз? Немесе олардың ақындары туралы білеміз бе? Немесе олардың Кореяға, Тибетке жоңғарларды басып алған жорықтары туралы білеміз бе? Сол себепті менің айтқым келгені мынау. Біз қазір Қытай туралы олар бізді қалай зерттеп жатыр, яғни олар Орта Азия халықтарының арасында осы қазақтарды да қарастырады және зерттейді. Сол сияқты қазақтар да осы Азия мемлекеттерін, өзіміздің көршілерімізді, тек Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан сияқты тмд елдерін ғана емес, Қытай, Үндістан, Үндіқытай түбегіндегі мемлекеттер, оның әрісін қойғанның өзіне Австралия, Жапония, сонау Алясканы зерттемесек те, өзіміздің айналамызда орналасқан осындай мемлекеттерді зерттеуіміз керек. Олардың қазақтарға деген көзқарасы,
олардың билік басына келген адамдардың қазақтар туралы, Қазақстан туралы, оның халқы туралы, алдағы саясат туралы зерттеуіміз керек. Қытай тану институты қазіргі кезде қалай жұмыс жасап жатыр, сіздер естіп көрдіңіздер ме өзі? Осы кезге дейін Қазақстанның зиялы қауым өкілдері дейміз бе, әлде алдыңғы қатарлы аға буын өкілдері дейміз бе, қалай дегенмен де осы Мұрат Әуезов ағамыз кезінде осы Қытай тану туралы үлкен мәселелер көтерген болатын. Сондықтан қазіргі кезде осы Қытай тану институты өте ауадай маңызды. Яғни біз қытайлар туралы жақсырақ білуге тырысуымыз керек. Алыстан үрке қараудың қажет жоқ. Қытай мықты екен, Қытайдың халық саны күшті екен, олар біз мықты екен деген сияқты нәрселер енді жүрмейді. Ондай нәрсе тек үрке қарау, қорқу. Тағы да айтамын, жалтақтаған елдің ауылын жау түгілі жолаушы тонайды. Сондықтан біз өзіміздің көршіміз туралы, яғни қытайлар туралы болсын, ресейліктер туралы болсын, мықтап зерттеп, сондай институт құрып, сол институтты бүгінгі Қазақстанның жүргізіп отырған, яғни көршілермен сыртқы саясаттағы басымдық беретін елдер, немесе жақсы байланыс орнататын елдер жалпы дипломатиясында кеңінен пайдалануымыз керек. Тек зерттеп қана қоймай, яғни зерттедік екен деп томдаған кітаптар жазып, мыңдаған видео түсірудің қажет жоқ. Соны бүгінгі күннің саясатына қолдануды жүзеге асыру керек. Себебі қазір білесіздер, неше түрлі институттар бар, университеттер бар. Олардың бірақ шынайы өмірмен байланысы жер мен көктей. Мектепте, университетте оқытатын программамен шынайы өмірде оқу бітіргеннен кейін, университет бітіргеннен кейінгі оны шынайы өмірде қолданудың арасы жер мен көктей. Сол сияқты институтты құрдық екен, болды, томдаған кітаптар жазып, сөрелерге апарып қойдық екен деген мәселе емес бұл. Соны шынайы өмірде, шынайы саясатта қазақтың, қазақ халқының, Қазақстанның, осы мемлекеттің игілігі үшін пайдалануымыз керек. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді міндетті түрде комментарийге жаза отырыңыздар.